Бүгін бізде автошолу күні Hyundai Accent 2014 жылы жүргетін халықтың машинасы ғой. Мынау 240 000 км жүрген. Соның бүгінгі жағдай қандай екенін сіздермен білетін боламыз. Жүріңіздер. Hyundai Accent 2014 жылғы. Жүрген жүрісі дәл қазір 240 000. Бұл машинаны мен студенттіктен енді бітіріп шыққан кезде үйдегілер сыйлаған болатын. Ол кезде оның жүгірісі 90 000 бет сондай. Содан бері мен бұл машинаның тарихын білем. Сондықтан да сізге бүгін айтып беретін тарих өте шынайы. Кеттік. 240 000-да салонға не болды деген сұраққа келетін болсақ. Бұл механикалық қораппен келген орташа комплектациядағы машина. Рулі әрине көп ұстай бергендіктен бізде жылтырап кеткен. Рулінде ешқандай мульти-руль бізде жоқ. Бұрылғыштары өте жақсы сапада жұмыс істеп тұр, менің ойымша. Бұған ешқандай претензия жоқ. Ары қарай келетін болсақ. Бізде панель приборовта жануға болатын лампочкалардың бәрі жанып тұр деп айтсақ болады. ABS жанып тұр, неге екенін білмеймін, қарап көру керек, бірақ жұмыс істеп тұр. Чек жанып тұр, және лобовойды сүртетін су құйғыштың суы бітіп тұр деп тұр, енді ол түсінікті. Чек мұнда үнемі жанып тұрады, ол бірнеше рет катушкасы, яғни электроникасы бұзылған кезде жанып қалған. Жанып тұра берсін, бірақ машина жұмыс істеп тұр, ешқандай оған претензия жоқ. Бұл машина бізде газы баллоны оборудование қойылған, өте үнемді деп айтылам. 2000 теңгеге газ құйсаңыз, 2 күн ойланбай 300 км-ге дейін жүріп тастауға болады. Өте үнемді. Ортаңғы панеліне келетін болсақ, мұнда бізде ауа шығаратын дефлекторлер. Мынау кастомдық қиынен қойылған қытайлық магнитофон, ешқандай айырмашылығы жоқ. Оның өзінің экран сындырып тастаған. Ортасында аварийка жағатын кнопка, артық терезені жылытатын кнопка және қарапайым пеш. Кондиционері бар. Жаздың күні салқын, қыстың күні Ташкент. Өте жақсы жұмыс істейді. Негізі жоғарғы комплектацияларда мұнда климаттық бақылау болуы мүмкін, бірақ қарапайым пеш дұрыс қой. Артыңғы орында негізі 3 адам отыруға болады. Шынтуайтына келген кезде ортасы өте тар. Енді бір кішкентай бала отырмаса, үлкен адамға отыру мүмкін емес. Сондықтан артында 2 адам кішкене ыңғайлы отыруға болады. Жалпы айтқан кезде машинаның өзі енді кішкентайға жатады ғой. Екі есікті қолыңды созбай көтеруге болады екен. Артында үлкен кісі отырғанға қатты ыңғайлы емес. Міне мен өз артында отырдым. Мұнда ешқандай орын жоқ. Бүйтіп шайқай алмайсың, бүйтіп те қисай алмайсың. Енді қалған ішінде точка А-дан точка Б-ға дейін жеткенге әрине жетеді. Мұнда қол ілгіш бар. Мұнда ешқандай микролифт жоқ. Мынандай дыбыс шығарады. Артына тек аяққа ғана жел беріледі. Басқа мұнда ештеме жоқ. Ал есіктің қаптамасына келетін болсақ. Достар, былғары, материал, мата деген ештеңе жоқ. Нұқыл пластик. Және қолмен көтерілетін терезе. Оған қосарым, ортада бізде ешқандай подлокотник түспейді. Қолыңды қоятын жерде жоқ. Тек қана мұндағы подлокотникке қоясың. Сонымен механикалық қорапты ауыстыратын тұтқасы және ручной тормоз. Болды. Одан басқа 2 стакан қоятын мен басқа ештеңе жоқ. Бәрі қарапайым. Так, алдына келетін болсақ, мына қараңызшы. Мына 240 000 жүргеннен кейін мына жердің бәрі кір болып кеткен. Алдында бізде айна бар. Апамыз айтпайсыз, шашын түзіледі деп. Мына кірді қараңыз. Мына кірді қараңыз. Жалпы потолок бізде бір түсініксіз арзан материалдан жасалған. Өз арзан тұратын машинадан басқа не қалайсың? Артты қарайтын айна. Мына айтпақшыда екі жақтағы айна бізде қолмен емес, электронды түрде басқарылады. Басқарылама? Басқарылады. Мына жағы істеп тұр. Әңгіме жоқ. Алдыңғы 2 терезе бізде электропакет. Орындығы толықтай бізде қолмен басқарылады. Бүйтіп жатып тұруға болады. Астыға немесе жоғарыға қоюға болады. Бұл өте ыңғайлы және алдыға артқа жазылады. Айтпақшыдай рульді алатын болсақ, механикалық түрде жоғарыға немесе төмен жасалынады.
шанақтың жағдайын қараңыздаршы достар. 240 000 километр жүрген машинаның сырты жалпы қандай болады? Енді әрине бір адам айдап қарап айдаса ештеңке де болмайды бұған. Ал енді бұны әртүрлі адам айдағаннан кейін ана жерін соққан, мына жерін соққан, артқы бампері ауысқан бірнеше рет, алдыңғы бампері бірнеше рет ауысқан, радиатор кішкене майысқан, мына сол жақтағы есігі мүлдем екеуі майысып кеткен. Қазір біз сақтандыруға бердік, оны жақын арада жөндетеміз. Жалпы айтқан кезде сыртын көрмеген нәрсесі жоқ. Бірақ бұның металлын көп адам айтып жатады консервный банка деп. Шынына келетін болсақ, ондай емес екен. Металл өте қатты. Мысалға Академик каналына кіріп көрсеңіз, бір акцентті столбқа жабыстырғаны бар. Академиктің өзі таңғалады. Біз бұны консервный банка десек, бұл өте қатты, жақсы сапада жасалынған қауіпсіз машиналардың бірі екен деп. Сондықтан да шанағына келетін болсақ, достар, шанақ деген ол жөнделетін нәрсе ғой енді. Ана жерімізде сырылса жөндей саласың. Бірақ қауіпсіздік жағынан келген кезде де бұл шанаққа шынында сенуге болады. Енді бұл көліктің динамикалық, яғни жолда жүрген жүрісін тексеріп көрейік. Сұйық отын тұтыну мәселесінен бастайтын болсақ, достар, қазір бізге борт компьютер 100 километрге 8,7 литр жанармай жағып тұрсың деп айтып тұр. Бұл қалалық ритмде жүрген кезде. 8,7 деген Астанада суық кезде жүрген кездегі өте үнемді көрсеткіш деп ойлаймын. Өзіңіз ойланып көріңіз. Мұнда еще бізде ГБО, яғни газобаллонный оборудование қойылған. 2000 теңгеге жанармайды құйсаңыз, газ құйсаңыз, 300-350 километр жүріп тастайсыз. 350 километр. 350 километр жүрген таксист, менің ойымша бір кем дегенде 20 000 теңге табатын шығар. 20 000 теңге тауып, 2000 теңге газ құяды. Өте үнемді. Ары қарай кетейік. Бір орында тұрған кезде рульге аздаған вибрация беріледі. Бұның себебі менің ойымша осы 240 километр жүргеннен кейін сәл-пәл тозған мотор мен коробканың подушкасы шығар деп ойлаймын. Қатты критичный емес, жүре беруге болады. Қозғалтқыштың жақсы жағдайда ма, немесе жаман жағдайда ма екенін тексерудің бірден бір жолы орнынан қозғалған кезде газды бермей қозғалып көру. Міне қазір газ беріп тұрған жоқпын. Аяғым мұнда. Қозғалып жатыр ма? Қозғалып жатыр. Демек, мотордың күші жетіп тұр. Газ берместен, малый газбен орнынан жүріп кетуіне. Жалпы, бұл машина май ауысқаннан, келесі май ауысқанға дейін ешқандай майдың расходын көрсетпейді. Әрдайым өзінің уровеньде болып тұрады. Алдымызда міне Ravon Nexia. Chevrolet Nexia немесе Ravon R3 модельді машина келе жатыр. Осының 2019 жылғысын қазір 4 миллион теңгеге аласың. Мұнаның 2014-15 жылғысын 4 миллионға тапсаң қуанатын шығарсын деп ойлаймын. Қазір өте қымбаттап кетті машиналардың барлығы, мен білуімше. Енді жыл сайын бұларға жұмсайтын ақшаны айтып кетейікші. Қанша мың теңге осының қызметін көрсетуге кетеді. 1.6 кішкентай мотор, май ауыстырған кезде фильтрларымен қоса ең көп дегенде 10 000 теңге бересің. Яғни бір 40-50 000 теңгені майға деңіз. Сұйық отын тұтынуын өзіңіз бағана естіңіз. Өте аз. Оны да сол бір 100 000 теңге деңізші, көп айдағанның өзінде. Басқа не бар? Жуып шаю ғана бар. Техникалық сапасы өте сенімді болғандықтан көп нәрсе бұзыла бермейді. Бағана айтқандай 240 000 жүрген машинаға біз несін істедік? Кузовын қоспаймыз. Өйткені кузов ол жүрген жүріске байланысты, соқтың ба, соқпадың ба, соған байланысты. Мұнда істелінбеген нәрсе жоқ. Ал моторына келетін болсақ, ең осы машинаның осал жағы деп айтатынымыз, менің ойымша оның электроникасы. Катушкалары жиі күйіп кете береді. Оның себебі мен шыны керек өте білмедім. Мүмкін шында нәзік шығар. Жоқ, болмаса біздің сұйық отыннан сапасынан ба деп те айтуға болады. Жалпы факт осындай. Катушкалары жиі күйіп кетеді. Катушка күйіп кеткеннен кейін замыкание болып, компьютердегі транзистор да күйіп кетеді.
Енді оның жөндеу мәселесі, катушка 7000 теңге тұрады, компьютердегі транзисторды жөндеу 15000 теңге тұрады. Яғни 20-25 мың теңге онда жөндеп ары қарай жүріп кете бересің. Жалпылама айтқан кезде 100-150 мың теңгеге осы машинаны жылына сұйық отынмен қосқан кезде жұмсап отыру керек. Жақсы жүріп отыру үшін. Мамандардың айтуы бойынша бұл машинаның қозғалтқышы 500 мың километрге дейін капиталды ремонтсыз жүре береді. Аспасына келетін болсақ, достар, бұл 240 мың жүрген машинаның аспасы әлі заводтан шыққан детальдар. Қазір міне кішкене шоқалақ жерлермен жүріп келе жатырмыз. Ешқандай мен қытырлаған, сықырлаған дыбысты естіп жатқан жоқпын. Алпамыс, сен естіп жатсың ба? Алпамыс та естіп жатқан жоқпын дейді. Көрсетіп жүрші экранға. Өтірік болмасын. Машинаның артынан көк түтін шығып жатыр ма? Жоқ. Газ берген кезде. Жоқ, артынан жүріп келдің ғой бағаналы бері. Байқалынған жоқ па? Міне достар, артымызда Алишер жүріп келді бағаналы бері. Артымыздан көк түтін. Жарысасың ба? Давай, кет. Жаман емес, жүрісі жаман емес. Біздің дөңгелектеріміз сәл нашарлау. Алишердің мына жерде қазір тоқтайтын болды. Мен дөңгелегім лысый ғой. Жоқ, шынымен. Орныңызда қалып кетіп жатырсыз. Бір орында қалып кетіп отырмыз. Давай 40-қа дейін апарамыз. 40-тан ары қарай басамыз. Штраф кетегім төлейді. Мынау өшіп қалады айтпақшыдай. Давай, кет. 40-қа дейін апар. Астананың қақ ортасында екі кореец айдайтын машина, Кореядан шыққан машиналар жарыстырып жүрген жігіттер. Қалай? Кім ұтты деп есептейсің? Давай, тағы да бір рет көрейік. 40-қа дейін апарамыз. Ашық болып тұр ма? Ашық болып тұр, как раз. 40-қа дейін апарамыз. Сөйтіп, 3-ші сигналдан. Нормально. Үйлеріңізде бұндай нәрсені қайталамаңыздар десең. Біз барлық қауіпсіздік шараларын бәрін қолдандық. Енді ананы айтып, бұнан айтсақ та, жалпылама айтқан кезде машинаның тартысы жақсы. Мотордың әлі ресурсы өте көп, 240 жүрді ма қазір, тағы да 240 ойланбай жүріп береді деген сенімді айтуға болады. Коробканың жағдайы жақсы, салынысы ешқандай өзгеріс жоқ, бір болсын, екі болсын, жеңіл салынады. Короткоходный коробка кулиса дейді мұнда, салыну өте жеңіл. Нағыз техникалық жағдайын көзбен көріп қайту үшін техникалық қызмет көрсету орталықтың мамандарына барып көрейік. Машинаны көтеріп, астын не болып жатқанын сол кісілердің өз аузынан естейік. Сонымен достар, астын қарап шықтық, мамандар қарап шықты. Алдыңғы аспасын алатын болсақ, жетектер орнында, бүкіл әлі запчастьтер өзінің заводтан шыққан запчастьтер екен көрініп тұр. Оны мен де дәлелдей алам, өйткені бұл машинаның тарихын мен білем. Мотор жағын қарайтын болсақ, еш жерден ағып, жылап тұрған не жоқ, тек қана мына жерде. Бұл не екен? Мен білетінім 220 мыңда біз бұның несін ауыстырдық, сцеплениясын ауыстырдық. Мұнда көрініп тұр, қаншама соққыларды алған жерден. Астына қарай жүретін болсақ, осы 15 мың километр бұрын катализатордарын алып тастадық. Бұлдырлай бастады. Катализатордың 1 килограммы 100 мың теңге тұрады екен. Мұнда көрініп тұр, жерден қанша соққы алғаны, мұнда сырылғандардың бәрі көрініп тұр. Бірақ ешқандай ржавчина, гнилье жоқ. Мына шофтарының барлығында қаншама қар, кір толған. Мына бүкіл астың барлығы антикормен қапталғаны көрініп тұр. Жалпы
өзінің жасына сай запчастьтардың барлығы мына арты енді бұнда ең қарапайым арба деп атаймыз. Ілініп салып жүре беретін, ішінде привод ештеңкелер жоқ мұнда. 240 мың жүрген километрге 10-нан 9 деген бағаны береміз. Сонымен 2014 жылғы Hyundai Accent'ке 240 мың километр жүрген машинаға шолуымыз аяқталды. Сіздерде ұнатты деген сенімдеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, төмендегі пікір алаңына сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.